жер шары, менен адам жасамаңыз деп жалынды. Алла адам тәнін жаратпақ болып, Жебірейіл періштені жерден топырақ әкелуге әмір етеді, ол жерге келеді. Бірақ жер, менен не жақсы нәрсе шығар дейсіз, ештеңе алмаңыз деп жылайды, зар заман салып көп жалынады. Жебірейіл періште жаны ашып қайтып кетеді, Аллаға болған істі айтады. Алла Исрафил періштені жібереді, жер оған да көп жылайды, ол да кері қайтып кетеді. Микаил періште жіберіледі, ол да қайтып келеді. Соңында Әзірейіл періште жіберілді. Ал Әзірейіл періште жерге, Алла әмірі сенің жалынғаныңнан жоғары деп, жердің жылағанына қарамайды. Ол жердің әр жерінен ақ, қара, сары топырақтарды алып кетеді. Ал кімнің топырағы қайдан алынса, ол кейін сонда жерленетін болды. Осы істен соң Алла Әзірейіл періштені адамдардың жанын алатын міндетке қойды. Содан бастап Әзірейіл періште сұрланып кетті. Ол қияметке дейін еш күлмес болды. Ақ топырақ бұйырғандар ақ, сары топырақ бұйырғандар сары, қара топырақ бұйырғандар қара нәсілді адам болды. Бірақ олардың рух жандары ұқсамайтын, жан тәннен бұрын пайғамбарымыздың нұрынан жаралған еді. Олар әруақтар әлемінде тұрады. Ана құрсағындағы ет мәлім ай болғанда, Алла қалаған мәлім жанды періштелер әруақтар әлемінен ұстап әкеліп, сол етке ұрып кіргізеді. Сол кезде оның жүрегі бүлкілдеп, соға бастайды. Ал адамның кім болмағы осы жанға байланысты, бірақ жанның құпиясын Алла ғана біледі. Оған адам ақылы жетпес. Тәндегі жан ұдайы шарайна сияқты көзден көкке қарап, тәннен кететін күнін аңсайды. Жан үшін адам көзі түрменің терезесіне ұқсайды.